Бірінші Pinduoduo приложениесін тарту үшін Chrome'ға кіреміз, сөйтеміз да поискқа жазамыз. Скачать. Pinduoduo. Сөйтеміз, мына бірінші тұрған Pinduoduo для Android дегенді басамыз. Мынандай белгісі шығады, мына экранда көріп тұрғандарыңыздай, сөйтіп жасыл болып тұрған скачать дағына скачанные файлайды бассаңыздар, мына қалай тартылып атқаны көрініп тұр. Осы тартылып болғаннан кейін мына жерде қазір тартылып болды ғой, Pinduoduo. Енді мына үшінені басасыздар дағына. Үстінен басасыздар. Установить приложение деп тұр. Установить дейсіздер. Осы кезде осы Pinduoduo приложениесі сіздердің телефондарыңызға келіп орналасады. Мына приложение установлено, готово и открытие. Мына открыть батырмасын басасыздар. Ондай не ғой, пользовательское соглашение ғой, мына жасылды басасыздар. Сөйтесіздер дағына. Енді бұған приложениеге номер тіркеуіміз керек. Мына жердегі мына жасылдың астына тұрған көкпен жазылған жазулар тұр ғой, мына үшінші қатарда, соны басамыз. Енді біз номерімізді қалай тіркейміз? Бірінші мына төбесіндегі мына сызықты басып, Қазақстанның номерін енгізу үшін кодын +7-ге ауыстырамыз. Мына төменге қарай түсіп, Қазақстанның коды +7. Басамыз, мына И деген жерде тұр. Бастық. И өзіміздің номерімізді жазамыз осы жерге. Мысалы, менің номерім 705-896-39-99 болса, астындағы қызыл жолақты батырманы басамыз. Сіздерге телефондарыңызға 6 саннан тұратын код келеді. Ол автоматически мына жерге қойылады. Егер қойылмаса, өздеріңіз қарап, дұрыстап жазасыздар. Мына келді 644-149, 644-149. Ожидание деп тұр. Міне. Енді сіздердің телефондарыңыз мына Pinduoduo жүйесіне, приложениесіне тіркелген. Ішінен көріп таңдай берсеңіздер болады. Тағы да Pinduoduo туралы пайдалы ақпараттар білгілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Келесіде сіздерге осы Pinduoduo приложениесіне обзор және каргоны қалай тіркеу, адрес тіркеу деген сияқты пайдалы нәрселермен бөлісетін боламын.